Сәлем достар, бүгін шашқа маска жасаймыз. Шашыңыз түсіп жатса, сондай проблема сізде болса, шашыңыз ұйысқақ, және қатты болып тұрса, осы масканы үйде жасаңыз. Сәлем, біздің подписчиктерге керемет жаңалық. Менің есімім Венера, осы денсаулық үшін каналының авторы боламын. Егер үйде отырып ауырып басым, тісім, ішім және аяғым қақсады деп ауырып отырсаңыз, онда сізге керемет шешім бар. Денсаулыққа арналған лайфхак видеоларын көргіңіз келсе, оны қалай жасайтынын білгіңіз келсе, ол үшін біздің каналға өтіп, подписаться батырмасын басып, каналды бір рет обновить етсеңіз, біздің подписчиктер көретін видео бонус пайда болады. Денсаулық туралы маңызды лайфхак видеоларын жіберіп алмаңыз достар. Бірінші ол үшін өзіңіздің ұнайтын шампуныңыздан 3 кішкентай қасық шампун құямыз. Мен осындай алдым. Сіздің шашыңыз қысқа болса, мықты, бұдан аз алуға болады. Ұзын болса, мынадан көп алуға болады. Мен 3 кішкентай қасық шампун алдым. Содан кейін су аламыз. 3 үлкен қасық су аламыз. Осыны араластырасыз, су мен шампунны араластырасыз. Содан кейін сода. 2 үлкен қасық сода. Сода 1 үлкен қасық, 2 үлкен қасық. Осыны араластырасыз. Мен араластырып дайын болды. Біздің шашқа арналған маскамыз дайын болды. Шаш түскен кезде шашыңыз деген қатты болып, ұйысқақ болып кетсе, жалпы шашқа өте керемет ем. Осымен шашыңызды жуасыз. Достар, менің де шашым түсетін еді ғой. Жаңағы дайындаған маскаммен шашымды жуып алдым. Енді шаятын дайындап жатырмын. Яғни сумен де шаясыз, осымен де шаясыз. Міне 1 қасық уксус алдым. Соны осылай араластырасыз. Осымен шашыңызды шаясыз, жаңа маскадан кейін. 2-3 тамшы эфир майын қосасыз. 1 қасық уксус, 3 капля, 3 тамшы эфир майы. Болды, сонымен шашыңызды жуасыз. Түскен азаяды және шашыңызды жылтыратады және жібектей қылып жұмсартады шашыңызды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, шаштарыңыз күшті болсын, түспесін шаштарыңыз, сау болыңыздар. Достар, каналыма тіркеліп лайк басып және комментарияға кері байланыс беріп отырыңыздар. Және де колокольчикті басып қойыңыздар. Менің әр шыққан видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Ол біздің канал үшін өте маңызды.